2020 жылғы 20 мамырда Қазақстан Республикасының үкіметі Армения Республикасындағы тіркелген жекелеген көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелудің және Қазақстан Республикасының азаматтардың пайдалануының кейбір мәселелері туралы қаулысы қабылданды. Қаулыға сәйкес 2020 жылдан 1 маусымнан 1 қыркүйекке дейін Армения Республикасының уәкілетті органдарында Қазақстан азаматтарына тіркелген және 2020 жылғы 1 ақпанға дейін Қазақстан Республикасына әкелінген сол жақтағы орналасқан көлік құралдарын тіркеу жүргізіледі. Қазір көлік құралдарын тіркеу кезінде иелерінің келесі құжаттары талап етіледі. Ол біріншіден жеке басын куәландыратын құжат, екіншісі мемлекеттік тіркеу номерлік белгісіне 7778 теңге 40 теңге, көлік құралын тіркеу куәлігіне 3472 теңге 50 теңге, мемлекеттік жинақ бар 694 теңге. Сонымен барлығы жаңағы төленетін мөлшемі 11942 теңгеге болады. Және де мынау нотариалды куәлендірген көлік құралын тіркеу куәлігін аудармасы керек. Себебі жаңағы мен айтып кеткен құжатты Армения Республикасында екі тілде берілген, біреу армен тілінде, біреу ағылшынша. Сол себептен нотариалдық аудармасы керек.